Сәлем достар, каналыма қош келістер. Бүгін сіздермен бірге ұлу жылындағы торпақтарға арналған жұлдыз жорамалмен бөлісетін боламын. 2024 жылы торпақтарды не күтіп тұр? Олардың ғұмырында бақытты кезеңдер орнап, материалдық жағдайы жақсарады. Мансабында жоғары жетістіктерге жетіп, тұрмыстық жағдайы тұрақты әрі орнықты болады. Жылдың екінші кезеңі басталған істерді соңына дейін жеткізуге, тиімді инвестиция құюға, әрі ірі сауда жасауға қолайлы болады деп күтіледі. Көптеген торпақтар үшін 2024 жыл отбасын құратын, соның ішінде шетелдік азаматпен де шаңырақ құру жылы болмақ. Торпақ әйелдерді 2024 жылы не күтіп тұр? Басы бос бой жеткендер отбасын құратын өмірлік жарын кездестіреді, ал бұрыннан жігіттерімен кездесіп жүрген қыздар сүйіктілеріне тұрмысқа шығады. Күтпеген жерден жүкті болу қаупі бар. Өмірлік серігінің мансап жолында өсуіне байланысты әйел торпақтардың да материалдық жағдайы жақсара түспек. Торпақ ерлердің мәртебесі өзгеруі мүмкін. Ол отбасын құруы немесе керісінше ажырасуы болуы мүмкін. Жақындармен қарым-қатынас жақсара түседі. Мансапта жетістіктерге жетіп, жалақыңыз өсетін болады. Өз тәжірибеңізді адамдармен бөлісу жайлы ниет пайда болады. Жеке кәсіпкерлер өз бизнестерін кеңейтетін болады. Тез шаршап қалмау үшін торпақтар өз құзыретін өзгелермен бөлісіп үйренгені жөн. Торпақтар үшін 2024 жылы махаббат жорамалы қандай болмақ? Танысулар мен кездесулер маусымы көктемде болмақ. Алайда романтикалық көңіл-күй жыл бойы сақталатын болады. Торпақтар өмірлік сыңарын іздейді, ал сүйіктісі бар торпақтар олармен ара қатынасын жақсартатын болады. Тіпті жеке өміріңізде бұрынғы сүйіктіңіз қайтадан пайда болуы мүмкін. Жазда ерлі-зайыптылар арасында тұрақтылық орнауы мүмкін. Келісімге келу арқылы көптеген жұптың арадағы мәселесі шешілетін болады. Қыс айларында торпақтар махаббат және жаңа қарым-қатынастар үшін барынша тартымды болмақ. Алайда қаңтар-ақпан айларында басталған қарым-қатынастың барлығы тұрақсыз әрі берік болмайды. Жаз мезгілінің ортасында жұптар арасында салқындық пайда болуы мүмкін. Жұмысқа байланысты кішігірім айырылысу кезеңі болуы ықтимал. Отбасылы жандарға қарым-қатынасты жақсартуға кеңес беріледі. Оған себеп орынсыз қызғаныш болуы мүмкін. Сол себепті жұбыңызға оның сыйлы екенін білдіргеніңіз жөн. Қараша айының ортасы мен желтоқсанның ортасына дейін сіздің өміріңізде бұрынғы сүйіктіңіз тағы да пайда болуы мүмкін. Онымен арадағы мәселелерді тездетіп шешіп алған жөн. Ал қайтадан қарым-қатынас құрудың қажеті жоқ. Өз жұбын тапқысы келетін жандар оларды тақырыптық онлайн қауымдастықтарда немесе достармен отырыстарда кездестіруі мүмкін. Торпақтарды жаңа жылда алып күш пен толассыз энергия күтіп тұр. Денеңізді сымбатты қылып сақтау үшін күн сайын серуендеп, суға түсу процедураларын әдетке айландырыңыз. 2024 жылы торпақтар салмақ қосуы мүмкін. Сол себепті диета ұстап дұрыс тамақтаныңыз. Әсіресе спортпен шұғылданатындар табысты және өз-өзіне сенімді болады деп болжанып отыр. Ол үшін алдымен жеңіл жүктемеден бастап, кейін жүктемені көбейтсеңіз болады. 2024 жылдың екінші жартысында вирусты жұқпалы аурулардан сақ болыңыз. Сол себепті иммунитетіңізді көтеріп, адамдар көп жиналатын жерлерге бармағаныңыз абзал. Мамыр айында толық медициналық тексерістен өтіңіз. Қажет болған жағдайда денсаулығыңыз бен күш-жігеріңізді қалыпқа келтіру үшін жұмыстан үзіліс алыңыз.
Гормоналдық жүйемен бауырыңызды тексертіңіз. Қаңтар айының басы мен ақпан айының ортасына дейін бұрынғы сырқаттарыңыздың асқынып кетпеуіне мән беріңіз. Сондай-ақ торпақтарға қыста экстремалдық спорт түрлерімен шұғылданбауға кеңес беріледі. 2024 жылдың басында қаржыны жоспарлау және жұмсауға қатысты қиындықтар тууы мүмкін. Алайда көктемге қарай ол мәселелердің бәрі шешілетін болады. 7 қаңтар мен 1 ақпан аралығында қарызға ақша бермеңіз, несие алмаңыз. Сәуір айынан бастап төлем жасау барысында реквизиттерге сақ болыңыз. 1 мамырдан бастап жаңа қаржы көздері пайда болып, бизнесті кеңейтесіздер. Сыйақы мен бағалы сыйлықтар алатын боласыздар. Жас торпақтар негізгі және қосымша жұмысының арқасында өздерінің қаржылық жағдайын жақсартатын болады. Өзіңіздің жайбасарлығыңыз бен күдіктеріңіздің кесірінен қаржылық жағдайыңызды жақсартудан қорықпаңыз. Ол үшін қаржылық кеңестер алып, арнайы курс оқыңыз. Сөйтіп, бюджетті қалай басқаруға болады және ақшаны қалай жинауға болатынын біліп алыңыз. Жұлдыздар торпақтарға жалқаулыққа салынбауға кеңес береді. Ол үшін аянбай еңбек етіп, инвестиция құйыңыз. Сізді қолдайтын жандарға жомарт болуға тырысыңыз. Ақшаңызды өзіңіз бен балаларыңызды дамытуға жұмсаңыз. Өзіңізден бағалы сыйлықтарды аямаңыз. Ол сізді ақшаны бұдан да көп табуға ынталандыра түседі. Қаржы жағынан маусым мен күздің екінші жартысы барлық кезеңге қарағанда табысты болмақ. Жыл басында жоспарларыңыз қарқынды түрде жүзеге аспай жатса, уайымдамаңыз. Көктемде мұның бәрі өз ретімен шешілетін болады. Торпақтар 2024 жылы табысқа жету көрсеткіштері бойынша көшбасшы болмайды. Алайда олардың өмірі жақсы жаққа қарай барынша өзгеретін болады. Жеке өміріңіз бен жұмысыңызды бірге алып жүрсеңіз, далада қалмайсыз. Сондықтан жұлдыз жорамалдың кеңестеріне мән беріп, алдағы 12 айыңыздың табысты болуына бар күш-жігеріңізді жұмсаңыз. Міне достар, ұлу жылындағы торпақтарға арналған жұлдыз жорамалым осымен тәмам. Егерде ақпаратым сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қалған зодиак белгілері бойынша жұлдыз жорамалымды келесі видеомнан күтіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.